Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, пікір бөлісуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздердің назарларыңызға Джордж Клейсонның ежелгі Бабылдағы ең бай адам кітабын ұсынамын. Бұл кітаптың авторы мынаған сенімді. Өзіңіздің барлық ниетіңіз бен тілегіңізді орындау үшін сіз ең әуелі осы еңбектегі жеке қаржыны меңгеру принциптерін қолдана отырып, ақша мәселесінде табысқа жетуге тиіссіз. Кітап көпшілікке арналған. Орысшадан аударған Серік Әбдірешұлы Ерғали, оқыған Айман Сүлейменқызы. Есте болсын, ақша әр уақытта игіліктің қарапайым ережесін ұғынатындардың қолында. Бірінші, әмияныңды ақшаға толтыра бастаңыз. Екінші, шығынды бақылауға алыңыз. Үшінші, ақшаңызды еселеуге қамданыңыз. Төртінші, жинағаныңызды жойылудан сақтаныңыз. Бесінші, әр покупкаға ақшаңыздың пайдалы салымы етіңіз. Алтыншы, келешектегі табыс көзін қамтыңыз. Жетінші, пайда табу қабілетіңізді арттыра түсіңіз. Ұлттың өркендеуі әр азаматтың қаржылық ахуалына тәуелді. Алғы сөз. Міне, бұл кітап әрқайсымыздың табысты болуымызға қажетті сала болып табылатын жеке даралық табысқа жету жолын зерделейді. Жетістік біздің жеке күш-жігеріміз бен қабілетіміздің нәтижесі. Оған біз шынайы түрде әзір болғанда ғана жете аламыз. Және де даналыққа жөнген әрекеттің бар болғаны ойлаудан шығатынын ескерген жөн. Ал ойлаудың ұға білу қабілетінен басым болуы мүмкін емес. Бұл кітапша әу баста қабысқан әмиянға дәру ретінде ойластырылған. Мақсат баюды мұрат еткендерге жәрдем ету мен қаражат мәселесіне қарапайым жолын үңілу. Кітапша сізге ақша табуға, оны сақтай білуге, әрі жинақ қаржыны жаңа ақша тудыруға итермелеуге көмектеседі. Ол үшін біз бүгінде әлем мойындаған қолданыстың негізгі қаржы ұстанымын туындатқан әлемдік қаражат бесігі болған ежелгі Бабылға, Вавилонға аттанамыз. Жаңа оқырмандарға автор мұны бұрынырақ оқып, өз жетістіктерін құлшына жеткізген кісілердей, кітаптың әр парағы әмиян толтыруға және күрмеулі қаржы мәселесінің шешілуіне керек ықылас тудыруын шын жүректен тілейді. Сонымен бірге автор бұл кітапты оқуды достарына, туыстары мен әріптестеріне ұсынған пайдагерлерге шынайы ықыласын алдын ала білдіреді. Өйткені осы еңбекте айтылған принциптерді қолдана отырып, машыққан, соның нәтижесімен айтарлықтай жемісін көрген кісілердің шынайы мадақ пікірі аса құнды. Ақшаның нағыз бағасын білген, берік те сынақтан өткен қаржылық принциптерді қолданып, ақша тапқан өзінің тұрғындарының арасында ғана Бабыл шаһары ежелгі дүниедегі аса байыған қалаға айналған еді. Бабылдықтар бүгінгі біздің әрқайсымыз тілеген мұратқа қол жеткізді. Ол әркімнің өз келешегін тұрақты табыспен қамтуы. Бүгінгі ақша да ежелгі Бабылдың көшелерін маңғаздана кезген байлар кезіндегідей 6000 жыл бұрынғы заңға бағынады. Баюды көксеген кісі. Бабылдық қос доңғалақты арба жасайтын Бансыр шебердің ұнжырғасы түсіп кеткен. Аласа дуалға отырып алып, айнала шолып еді, көзіне өзінің тоқал тамы мен қақпасы айқара ашық шағын шеберханасы түсті. Одан әлі бітпеген арба көрінеді. Есік саңлауынан күйбеңдеген әйелі де көрініп қояды. Оның анда-санда күйеуіне ұрлана қарап қоюынан ет салынған қаптың да босағанын байқауға болады. Демек, Бансырға балға мен балтаны алып, арбаның жақындауына былғарысын керіп, арбаның бұдырын тегістеп, көркемдей бояп, ауқатты біреуге сату керек деген сөз. Бірақ оның шымыр денесі орнынан қозғалар емес. Басты тұмшалаған ойлар алуан мәселені қопсытып, оның біреуіне жауап табатын түрі жоқ.
оның үстіне Ефрат ойпатынан тән ыстық күнде аяйтын түрі жоқ. Әр сәулесі жебедей қадалды. Шебер мойнынан сорғалаған тердің жүн басқан төсіне барып құйылып жатқанын да сезер емес. Оның үйінің арт жағында патша сарайын қоршаған сатылы дуал көкке ұмтыла түсетіндей көрінеді. Дуал жанында жайғасқан бала тауханасының алуан жарқын түске боялған мұнарасының ұшы аспан тіреп тұрғандай асқақ. Осы бір құдіретті көріністің қалқасында барынша мыжырайған, қаптаған лашық үйлердің арасында Бансырдікі өзінше орын теуіпті. Бабылда барынша асқақтық пен бишаралық көрініс қатар қоныстанып, көзге түрткен байлық пен жанарды жүдеткен жұпынылық ешбір жоспарсыз әрі жүйесіз былыға жайғасқан. Егер ол айналаға көз салудан жалықпаса, байлардың сыңғырлаған күймелерін, сығылысқан сәнді шапаталы саудагерлер мен жалаңаяқ кедейлерді көрер еді. Арбалы байлардың өзі патшаның аспалы бағын суару үшін меспен су тасыған құлдарға жол беріп ығысқан болар еді. Бансырда қаланың ығы-жығы тірлігіне назар аударатын қал жоқ. Оның басы бірі кіріп, бірі шыққан ойлардан босар емес. Оны тек қана әлде бір ішекті аспаптың дыңғырлаған дыбысы селт еткізді. Жалт қараса, алдында ыржиған қалпы өзінің күйші досы Хобби екен. Жаратқан жарылқасын досым деп бастады Хобби өзінің жарқын сәлемін. Шамасы шынымен де солай болған секілді ғой. Бос отырған түріңе қарағанда, сенің бұл жетістігіңе жол болсын, тіпті оны бөлісуге де әзірмін. Сенің әмияның толы болды ғой, әйтпесе шеберханада ақ тер көк тер болып жатар едің. Сондықтан одан бишара 2 шекелді маған шығара ғой, төрелердің бүгінгі кешкі салтанатына дейін. Сен ол 2 шекелдің өзіңе сол күйінде қалай оралғанын да байқамай қаласың. Менде 2 шекел болса, деп міңгірледі Бансыр. Оны ешкімге, тіпті саған да бермес едім. Өйткені менің барым да, нарым да сол болар еді. Ал бар байлығын кім береді досым-ау? Не істеп тұрмын осымен? Хобби қайран қала дауыстады. Әмияныңда бірде-бір шекел болмаса, не істеп отырсың? Дуалға орнатқан мүсінге ұқсап ойбай-ау. Анау арбаны неге бітірмейсің? Сен қалайша менің тәп-тәуір тәбетімді қанағаттандырмақсың, а? Мына тұрысың саған ұқсамайды, досым. Сенің арындаған қуатың қайда? Сені қай албасты басты екен? Бұл мен үшін жаратқанның сынағы болар деп келісе кетті Бансыр. Бәрі де менің бір түс көргенімнен басталды. Қайдағы бір оңбаған түс көрді. Түсімде мен шылқыған бай болып кетіппін. Белдігімде ақша толы, әдемі шилан. Ондағы ақшаның көптігі сондай, кедейлерге тегін шашсам да бітпеді. Ішінде күміс ақша бар екен. Оған не керектің бәрін алдым. Тіпті әйеліме түрлі әшекей де сатып алыппын. Әмиянда толған алтын ақша да бар екен. Оны болашаққа деп қойып, күмісін жұмсаудан қорықпадым. Мені қуаныш кернеді. Сол кезде мені көрсең, танымас едің. Тіпті әйелімді де танудан қалар едің шіркін. Оның беті тегістеліп, әжім қалмаған, қуаныштан жүзі сәуле шашады. Тура баяғы неке тойымыздағы бақытты қалыңдық секілді. Айтарым жоқ, керемет түс екен. Келсе кетті Хобби. Ендеше неге осындай жайлы түстен соң дуал түбінде құлпытас секілді қатып қалдың? Неге дейсің? Ояна келгенде қабысқан әмияным есіме түсіп, жүрегім айнып кетті. Онан да түсімді бірге жорайық. Екеуміз де бір қайықтағы адамбыз ғой. Есіңде ғой, бала кезде абыздарға барып, бірге оқығанымыз, бірге ойнадық, есейе келе достығымыз жалғасты. Екеуміз де сағаттап тапқанымызды мезеттеп жұмсайтынбыз. Сол кезде біздің табысымыз жақсы еді ғой. Енді міне байлықты түсте ғана көретін болдық. Енді айуан болмаған жеріміз қалды ма? Оның үстіне мекеніміз әлемдегі ең бай қала.
Айналамыз толған ырыс, береке, ал бізге содан бұйыратын емес. Жарты ғұмырды бейнетпен өткізіп, босаған әмияныңды маған тосып, екі шекел сұрап тұрғаның мынау. Бұған қандай жауап болуы мүмкін енді? Мен саған, мә, ала ғой әмияныңды, сенімен қашанда бөлісуге даярмын дедім бе? Жоқ, достым, менің әмияным да сеніңкіндей қабысып жатыр. Екеумізге не болды? Бізде неге күміс те, алтын да жоқ? Неге ішерге ас, киерге киім жоқ? Оның үстіне ұлдарымызды ойласақ тіпті бас қатады. Жалғастыра түсті Бансар. Олар бізді өкшелеп өсіп келеді ғой. Олар да жанұялары да, олардың түп тұқияндары да осылайша жұпыны ғұмыр кешпек пе? Айналаны алтын басып жатқанда, олардың да кешкі асы ешкі сүтімен сұлы ботқа болып қалмақ па? Бансар, қанша дос болсақ та, сен мұндай әңгімені бұрын айтпапсың. Хобби кәдімгідей абыржып қалды. Мен бұрын бұлайша ойламаппын. Ертеңнен кешке дейін осы өлкедегі ең жайлы арбаны істеп жүре беріппін. Жаратқанның мені бір күні байлықпен жарылқайтынына сеніп жүре беріппін. Оның болатын түрі жоқ. Ойлап тұрсам, олай болмайды екен. Жүрегім содан да езіліп тұр. Байығым келеді. Менде де жер мен малдың болуын қалаймын. Менде үлбіреген жұқа киім киіп, әмиянда ақша сыңғыры болғанын тілеймін. Енді бойымда күш, басымда ми қалғанша еңбегімнің еш болмауын қалаймын. Бізге не болды сонша, досым? Айтшы, жұрттың алтынға алып жатқан нәрселері бізге неге бұйырмайды? Білсем айтар едім, деді Хобби. Маған да жеңіл дейсің бе? Лирамен күй тартып тапқан ақшам сол бойда жұмсалып құриды. Ылғи да жанұям ашықпасын деп сандалып жүргенім осы. Мен де өзімше аңсаған күйлерімнің бәрін тартатындай үлкен лира аспап болғанын ойлаймын да жүремін. Ондай аспапты тартқанымда патша да күйімді елтіп тыңдар еді. Я, жақсы болар еді. Бабылда бірде-бір кісі сен секілді күй тарта алмайды ғой. Сен күйді күмбірлеткенде патша түгілі аспандағы періштелер де елтиді емес пе? Бірақ оған жетер күн қайда? Егер екеуміз де патша құлдарына пара-пар тақыр кедейміз. Қоңырауды естідің бе? Әне, олар да келеді. Ол қаз-қатар тізіліп, өзеннен сүрлеуді бойлап келе жатқан, жартылай жалаңаш бойларын тер жуған су тасушы құлдарды нұсқады. Олар 5 қатарға тізіліп, су толы ауыр месті көтеріп, бүкшиген күйі тар көшеде қаптап келеді. Аналарды айдап келе жатқан кісіге қара. Хобби құл легін бастаған қоңыраулы кісіге қолын нұсқады. Тұлғасы да бар екен. Құл легінде талай тұлға бар. Олар да біз секілді адамдар. Анау ақсарылары солтүстік жақтан, қоңырқай түстілері көрші елдерден. Бірақ бәрі де өзен мен баг арасында күн сайын жылдап сандалып су тасып ғұмыр өткізуде. Келешектерінде жақсылықтың нышаны жоқ. Төсекке саман бөстек, асқа жартылай пісі дақыл. Бишаралардың қалы аянышты. Я, аянышты-ақ. Бұлай қарағанда біздің де осылардан айырмамыз бар ма? Тек қана бостандықтамыз. Оның рас, Хобби. Басты тұнжыр ой баса түседі. Жылдарымды құлдық тірлікпен өткізгім келмейді. Ылғи да жұмыс. Үзіліс болсайшы бір. Бәлкім, жұртқа алтынның қалайша бұйыратынын білу керек шығар. Сосын соларша әрекеттеніп көрсек, деп ұсынды Хобби. Мүмкін бір кілтипаны бар шығар. Сұрастырып көру керек екен деп қостады ойлы жүзбен Бансар. Айтпақшы, мен бүгін ескі досымыз Арқатты көрдім. Алтын арбасында келеді екен. Басқалардай ол теріс қараған жоқ. Керісінше, менімен күлімсірей қолын бұлғап сәлемдескенін жұрттың бәрі де байқады. Өзі сондай кішіпейіл. Жұрт оны Бабылдағы ең бай адам деп жүр ғой. Бансар толғана сөйледі. Оның байығаны сондай, тіпті қазынасы ортайғанда оған патшаның да жүгінуіне тура келеді. Қарай көр, байлықты қауқарын, оны
Қараңғы жерде кезіктіре қалсам дереу әмиянын сыпиып қаламын ба деп қорқам. Оның жайы сандырақ, деді Хоби. Байлық белге қыстырған шиланда болмайды. Қандай қампиған әмиянын да қабысады, егер оны толтырып тұратын алтын жылға болмаса. Архат қаншама жомарттық көрсетсе де, оның әмиянын қабыстырмайтын табыс көзі бар. Иә, табыс дегенің дүние ғой, деп онымен келісті Бансыр. Дуал түбінде отырғанымда болмаса, шетел кезіп кеткенімде менің әмияныма ақша құятын табыс көзі болса ғой. Мұның жолын Архат білуі керек. Бәлкім, ол менің топас басыма ұқтырар. Ол бұл ілімді өзінің ұлы Намасарға оқытқан болар. Ол Ниневияға барып, сондағы мейрамханаға тұрып-ақ, әкесінің ақылымен сол қаланың байларының біріне айналыпты. Хоби, сен маған жақсы ой тастадың. Бансыр жанарына ұшқын жылт етті. Ескі достан ақыл кеңесті тегін алуға да болады ғой. Ал Архат біздің ортақ досымыз. Енді біздің әмиянымыздың сұңқардың былтырғы ұясындай қаңырағаны басты қатырмауы керек. Байлықтың ортасында отырып, ақшасы жүруден әбден жалықтым. Байығым келеді. Қанеки, Архатқа барып, табыс табу жолын сұрайық. Мен бірдеңені ұққан секілдімін, Бансыр. Біздің баю тәсілін неге білмей келгенімізді енді түсіндім. Біз оны мүлдем іздемеппіз. Сен Бабылдағы ең жақсы арба жасаумен жүріпсің. Сенің бар қабілетің соған жұмсалыпты. Сондықтан сенің байлыққа қолың жетпеді. Ал мен лираны ең озат тартушы болсам да кедейліктен арылмадым. Кеттік, дәл қазір Архатқа, деді Бансыр. Ауыртпалықта жүрген достарымыздың бәрінде шақырайық. Олар да үйренсін. Сен ылғи да менің таныстарымның ішіндегі ең ақылдысысың, Бансыр. Сондықтан да сенің достарың көп. Айтқаның болсын, қазір бәрін жинап барайық ендеше.